Түнгі сағат 3. Ауылдың шетіндегі ескі үйдің шамы әлі сөнбеген. Жаңбыр терезені баяу тарсылдатып тұр. 75-ке келген Сейткали қария үстелдің басында ескі телефонды құшағына қысып отыр. Кенет телефон шыр ете қалды. Қария селк етіп орнынан тұрды. Жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдеп кетті. Алло, балам, сенсің бе? Телефонның ар жағынан ер адамның баяу дауысы естілді. Кешіріңіз, сіз Нұржан Сейткалиұлының әкесі боласыз ба? Қарияның өңі қуарып кетті. Иә, мен әкесімін. Балама не болды? Ар жақтағы адам бірнеше секунд үнсіз қалды. Сол үнсіздік Сейткалиға мәңгілікке созылғандай көрінді. Мен Америкадан хабарласып тұрмын. Қарияның қолы дірілдеп кетті. Ол осы сөзді дәл 20 жылдан бері күтті. 20 жыл. Күн сайын, әр таң сайын, әр кеш сайын. Балам аман ба? Ар жақтағы адам ауыр күрсінді. Өкінішке қарай, мен сізге өте маңызды бір затты жеткізуім керек. Сол сәтте телефон қарияның қолынан жерге түсіп кетті. Ешкім білмейтін бір сыр бар еді. Ол сырды Сейткали да білмейтін. Оның жалғыз ұлы Нұржан әкесін ешқашан тастап кеткісі келмеген. Осыдан 20 жыл бұрын Сейткали ауылдағы ең бақытты әкелердің бірі болатын. Жалғыз ұлы Нұржан оның бар байлығы еді. Әйелі Күләш екеуі ұзақ жылдар перзент сүйе алмай, 12 жылдан кейін ғана осы баланы құшақтарына алған. Сол себепті Нұржан бұл шамарақтың үміті де, қуанышы да болатын. Сейткали трактор айдап егін салып күн көрді. Қолына қанша ақша түссе де, алдымен ұлының оқуына жұмсайтын. Мен оқымадым, бірақ балам оқиды. Мен көрмеген өнерді ол көреді деп отыратын. Нұржан да әкесінің еңбегін ақтағысы келетін. Мектепті алтын белгіге бітірді. Ауыл түгел мақтанды. Сейткали, сенің ұлың үлкен адам болады. Әкеңнің маңдай тері зая кетпейді. Қария тек жымиып, маған байлықтың керегі жоқ. Балам аман жүрсе болды дейтін. Бірақ тағдырдың адамға дайындап қойған сынағын ешкім білмейді. Бір күні ауданнан үлкен жаңалық келді. Нұржан Америкадағы университеттен шақырту алыпты. Бұл жаңалық бүкіл ауылды қуантты. Бірақ сол түні Сейткали көзіле алмады. Өйткені жүрегі алғаш рет бір жамандықты сезгендей болды. Сол түні Сейткали көзіле алмады. Күләш болса қуаныштан жылап жүр. Естідің бе шал, біздің ұл Америкаға барады. Ауылдан бұрын соңды ешкім ондай жерге оқуға кеткен жоқ. Құдай бізге де сондай күнді көрсетіпті. Сейткали үндемеді. Тек аулаға шығып, аспанға ұзақ қараттырды. Ауылда өскен адамның жүрегі ерекше болады. Кейде ақыл түсінбейтін дүниені жүрек сезеді. Ол дәл сол түні бір түрлі қобалжыды. Баламды алысқа жібергім келмейді деген ой мазалай берді. Бірнеше күннен кейін кешкі ас үстінде Нұржан сөз бастады. Әке, иә балам, мен сізден рұқсат сұрайын деп едім. Сейткали үнсіз басын көтерді. Америкаға барғың келеді. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Күләш күйеуіне қарап отыр. Ол Сейткалидің қандай жауап беретінін күтіп отыр еді. Қария асықпады. Бір кесе шайын соңына дейін ішті. Сосын ғана жай ғана сұрады. Қанша уақытқа? 4 жыл. Оқу біткен соң міндетті түрде қайтамын. Рас айтасың ба? Әке, ант етемін. Мен сіздерді ешқашан тастамаймын. Осы сөзді айтқанда Нұржан орнынан тұрып, әкесінің қолын сүйді. Мен бай болу үшін емес, сіздердің маңдайларыңызды жарқырату үшін барамын. Сейткалидің көзіне жас келді. Ол өмірінде ұлын алғаш рет құшақтап ұзақ тұрды. Бар балам, бірақ бір нәрсені ұмытпа. Айтыңыз әке. Адам туған жерінен алыстаса да, жүрегі алыстамау керек. Нұржан басын изеді. Ешқашан ұмытпайым. Кетер күнде келді. Бүкіл ауыл жиналды. Автобус аудан орталығына дейін апарады. Одан әрі ұшақ. Күләш ұлын құшақтап жылап тұр. Тамағыңды уақытында іш балам. Ауырсаң дәрі іш. Суыққа тоңба. Нұржан күліп, анашым, мен кішкентай бала емеспін ғой. Бірақ ана жүрегі үшін бала ешқашан өспейді. Сейткали болса үнсіз тұрды. Қалтасынан ескі сағатты алып шықты. Бұл сағатты оған өз әкесі берген еді. Мә балам, әке, бұл сіздің ең қымбат дүниеңіз ғой. Енді ол сенікі. Сағатқа қараған сайын әкеңді есіне ал. Нұржан сағатты қолына тағып, көз жасын жасыра алмады. Автобус қозғалды. Терезеден қол бұлғап бара жатқан ұлы алыстаған сайын Сейткалидің жүрегі шымырлап қоя берді. Ол сол кезде ғана ақырын сыбырлады. Қош бол балам.
тек аман қайт. Бірақ ол кезде ешкім бұл қоштасудың 20 жылға созылатынын білмеген еді. Автобус көзден ғайып болғанша, Сейіткали орнынан қозғалмады. Жолдың бойына қадалған күйі ұзақ тұрды. Күләш оның иығына қолын қойды. Жүріңізші, үйге қайтайық. Қария ауыр күрсінді. Үй тым бос болып қалатын сияқты. Сол күннен бастап шаңырақтың тыныштығы өзгерді. Бұрын кешкісін Нұржанның күлкісі естілетін, енді тек сағаттың тықылы ғана естілетін. Америкаға барғанына бір апта болғанда алғашқы қоңырау соқты. Әке, балам. Екеуі бір мезетте сөйлеп жіберіп күліп алды. Қалайсың? Жақсымын әке, мұнда бәрі басқа екен, үйлері биік, көшелері кең. Бірақ сіздің шайыңызбен анамның бауырсағы қатты сағындырды. Күлеш телефонды алып, аш жүрмеген шығарсың? Жоқ, мама, бірақ сіздің тамағыңызда емес. Олар сол түні 2 сағат сөйлесті. Телефонды қойған соң Сейіткали, көрдің бе? Баламның даусы қандай көңілді? Күлеш жымиып, иә, тек аман жүрсе болды. Күндер айларға ұласты. Нұржан әр жексенбі сайын қоңырау шалатын, кейде бейне қоңырау арқылы сөйлесетін, үйдің әр бұрышын сұрайтын. Әке, алма ағашы гүлдеді ме? Биыл картоп қалай шықты? Біздің ақтөс күшіктеді ме? Қарапайым сұрақтардың өзі ата-ананың жүрегіне жылу сыйлайтын. Бір күні ауылға үлкен жүк келді. Ішінде жаңа тоңазытқыш, теледидар, кір жуғыш машина, жылы көрпелер және әкесіне арналған қалың пальто. Хаттың ішінде: әке, бұларды қабыл алыңыздар. Менің алғашқы шәкіртақым, мен жұмысымнан жинаған ақшам. Аз болса да, сіздердің еңбектеріңіздің өтеуі. Мен сіздерді қатты сағындым. Тағы 3 жыл, сосын үйге қайтамын. Күлеш хатты кеудесіне басып жылады, ал Сейіткали ұзақ үнсіз отырды. Не болды? Деді әйелі. Балан өсіпті. Бірақ арада тағы 1 жыл өткенде бәрі өзгере бастады. Жексенбі сайын соғатын қоңыраулар 2 аптада 1 ретке сиреді, сосын айына 1 рет, кейін 2 айда 1 рет. Нұржанның даусы бұрынғыдай көңілдемес еді. Балам, бір жағдай болды ма? Жоқ әке, тек жұмыс көбейіп кетті. Шаршап жүрген жоқсың ба? Бәрі жақсы, бірақ әке, жүрегін алдау қиын. Әр сөйлескен сайын ұлының ішінде бір ауыр мұң барын сезетін. Бір күні Сейіткали күтпеген шешім қабылдады. Ол ауылдағы интернет клубқа барып, көрші баладан Америкаға бейне қоңырау шалуды сұрады. Экран жанғанда Нұржанды көріп, жүрегі шым ете қалды. Ұлы әбден жүдеп біткен еді, көзірінен асты көгерген. Бетінде бұрынғы күлкі жоқ. Балам, сен ауырып жүрсің бе? Нұржан бір сәт үнсіз қалды. Жоқ әке, жай ғана жұмыстан келдім. Бірақ дәл сол кезде бөлменің ар жағынан бір әйелдің жылаған дауысы естілді. Нұржан шошып кетті. Камераны асығыс өшірді. Әкетте, кейін сөйлесеміз. Экран қараңғыланып қалды. Сейіткали орнынан тұрып, ұзақ уақыт үнсіз тұрды. Сол күннен бастап, оның жүрегіне алғаш рет күдік ұялады. Балам менен бір үлкен шындықты жасырып жүрген жоқ па? Сол бейне қоңыраудан кейін Сейіткали түні бойы көзіле алмады. Қайта-қайта ойына Нұржанның жүзі келе берді. Жүдек кетіпті, көзі мұңға толы. Әлгі жылаған әйел кім болды екен? Таң атпай аулаға қашықты. Қорадағы сиырдың жемін салып жүрсе де, ойы Америкада еді. Күләш оның көңілсіз екенін бірден аңғарды. Шал, жаман ойламаңыз, бәлкім көршілер шығар. Сейіткали үндемеді, бірақ жүрегі тынышталмады. 1 ай өтті, Нұржан хабарласпады. 2 ай өтті, тағы үнсіздік. 3-ші айдың соңында ғана телефон шырылдады. Әке, дауысы әлсіреп қалған. Балам, қайда жүрсің? Амансың ба? Аманмын. Неге хабарласпай кеттім? Жұмыс. Балам, өтірік айтпа. Сенің даусыңнан бәрін сезіп тұрмын. Телефонның ар жағынан ұзақ үнсіздік орнады. Сосын Нұржан ақырын ғана: әке, мені кешіріңіз. Не үшін? Ештеңе. Кейін айтамын. Осы сөзден кейін байланыс тағы үзілді. Сол жылы Күләштің денсаулығы сыр бере бастады. Алғашында қарапайым шаршау сияқты көрінді. Кейін аяқтары ісіп, демігіп қалатын болды. Аудандық ауруханаға апарғанда дәрігер облысқа апару керек деді. Тексерулерден кейін ауыр диагноз қойылды. Жүрек дерті. Дәрігер Сейіткалиді оңаша шақырып алды. Ата, әйеліңізге қатты уайымдауға болмайды. Жазылып кете ме? Дәрігер жауап бере алмай үнсіз қалды. Сол үнсіздік бәрін айтып тұрған еді. Күләш бәрін түсінді, бірақ күйеуіне білдірмеді. Күнде кешке Нұржанның суретін қолына алып,
балам келсе екен, бір рет құшақтасам екен деп күбірлейтін. Бір күні Сейітқали: мен Америкаға барайын ба? Баланы тауып келейін бе? Күләш басын шайқады. Жоқ. Неге? Егер келе алса, өзі келеді. Сол түні Күләш ұйықтай алмай жатты. Шал: иә, егер мен кетіп қалсам, ондай сөзді айтпа. Тыңдашы. Сейітқали үнсіз қалды. Нұржан келсе, оған ренжіме. Не айтып жатырсың? Қандай жағдай болса да, кешір. Ол келеді. Иә, келеді. Күләш көз жасын білдірмеуге тырысты. Мен тек күте алмай қаламын ба деп қорқамын. Арада 2 апта өткенде Күләштің жағдайы күрт нашарлады. Ауруханаға жеткізгенде дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады. Сейітқали дәлізде қолын жайып отырды. Өмірінде бірінші рет. Уалла, менің өмірімді ал, әйелімді аман қалдыр, деп жылады. Бірақ тағдыр басқа шешім шығарып қойған еді. Таң ата Күләш көз жұмды. Соңғы айтқан сөзі: Нұржан келсе, мен күткенімді айт. Сол күні Сейітқали өмірінің жартысын жоғалтты. Бірақ ең ауыры әлі алда еді. Өйткені Күләштің жаназасына Америкадағы жалғыз ұлы келе алмады. Тіпті бір ауыз көңіл айту хабары да келген жоқ. Сол күні алғаш рет Сейітқали көкке қарап: балам, саған не болды деп еңіреп жылады. Ал ауыл адамдары болса, ұлы әкесін де анасын да ұмытқан екен. Шетелге барғандар осылай өзгереді. Енді ол қайтып бермейді деп сыртынан айта бастады. Бірақ Сейітқали әлі де сенетін. Жоқ, менің ұлым ондай емес. Бір себеп бар. Міндетті түрде бар. Ал дәл сол сәтте мыңдаған шақырым қашықтықтағы Америкада Нұржан да көз жасына ерік беріп отырған еді. Бірақ оның неге ерге келе алмағанын әзірге ешкім білмейтін. Күләштің 40-ын өткізгеннен кейін үйдің іші тіпті меңіреу тыныштыққа батып кетті. Бұрын осы үйден күлкі кетпейтін. Кешке самауырдың қасында үшеуі отырып шай ішетін. Нұржан түрлі әңгіме айтып, анасын күлдіріп, әкесін қуантатын. Енді самауыр да сирек қайнайтын болды. Үйдің әр бұрышынан Күләштің ізі сезілетін. Керезе алдындағы гүлдері, тігін машинасы, жартылай тоқылған жін шұлығы. Сейітқали олардың ешқайсысына қол тигізбеді. Күләш қазір кіріп келетіндей деп, бәрін сол күйінде қалдырды. Жалғыз өзгермеген бір нәрсе болды. Нұржанның бөлермесі. Қария аптасына бір рет оның бөлмесін ашатын. Терезесін сүртіп, төсегін қағып, кітаптарын түзеп қоятын. Тіпті шкафтың ішіндегі киімдерін күнге жайып алатын. Көршісі Майра апай бір күні шыдамай: ей, Сейітқали, баланың келгеніне 20 жыл болды ғой. Мұна бөлмені неге бос ұстайсың? Басқа мақсатқа пайдалансаңшы. Сейітқали жымиып қана жауап берді: бұл бөлме бос емес. Қалай бос емес? Мұнда менің үмітім тұрады. Майра үнсіз қалды. Күн сайын таңғы сағат 9-да Сейітқали бір әдетін қайталайтын. Ескі орындықты қақпаның алдына шығарып қояды. Қолына таяғын алып отырады. Көзін ауылға кіретін жалғыз жолдан алмайды. Түс болғанша, кейде кешке дейін өтіп бара жатқан әрбір көлікті үмітпен қарсы алады. Жүргізуші басқа адам екенін көргенде ғана баяу күрсінеді. Ертеңіне тағы солай. Бір күн, бір ай, бір жыл, 10 жыл, 20 жыл. Балалар оған жол қарайтын ата деп ат қойып өткен еді. Мектептен қайтқанда: ата, бүгінде ұлыңыз келмеді ме? Сейітқали күлімдеп: ертең келуі мүмкін ғой. Ертең келмесе ше? Онда бірсі күні келеді. Балалар күліп жүгіріп кететін. Ал қария олардың артынан қарап: балам да сендерде еді, деп сыбырлайтын. Бір күні ауылға бұрынғы сыныптасы Айрат келді. Ол қалада тұратын. Сейітқалиді көріп: аға, ренжімеңіз, бірақ шындыққа қараңызшы, 20 жыл өтті, ұлымыз келмейді. Сейітқали үндемеді. Қайрат сөзін жалғастырды: мүмкін жаңа отбасы бар шығар, балалары бар шығар, сізді ұмытып кеткен шығар. Сол кезде қария алғаш рет қаттырақ сөйледі: тоқта. Қайрат үнсіз қалды. Балам мені ұмытса да, мен оны ұмытпаймын. Ол келмесе де, мен күтемін. Әке болу деген осы. Сейітқалидың көзіне жас келді. Әке баласын туған күні ғана жақсы көрмейді. Өлген күніне дейін жақсы көреді. Бұл сөзді естіген Қайраттың өзі көз жасын сүртіп, үндемей кетіп қалды.
Сол түні Сейітқали түс көрерді. Түсінде Нұржан дәл баяғы 25 жасындағы қалпымен есіктен кіріп келеді. Әке, балам, екеуі құшақтасып жылайды. Нұржан, кешіріңіз, мен кешігіп қалдым. Қария ұлының бетінен сипап тұрған сәтте кенет оянып кетті. Үйдің іші қараңғы, ешкім жоқ. Ол үнсіз жастығын құшақтап ұзақ жылады. Дәл сол түні Америкадағы шағын пәтерде орта жастағы ер адам ескі суретке қарап отыр еді. Суретте жас Нұржан әкесі мен анасының ортасында күлімдеп тұрған. Ол суретті кеудесіне қысып, әке, тағы аз ғана уақыт. Мен міндетті түрде барамын. Кек кеш болмай тұрғанда жетсем екен, деп көз жасына ерік берді. Ал оның жанында үстел үстінде қалың конверт жатты. Конверттің сыртында қазақша бір ғана сөз жазылған еді. Әкеме. Америка, Бостон қаласы, түнгі сағат 2. Жаңбыр терезені тарсылдатып тұр. Нұржан үстелдің алдында үнсіз отырды. Шашына ақ кірген. Жас жігіт болып кеткен баладан енді өмірдің ауыртпалығын арқалаған ер азамат қана қалған еді. Алдында сарғайып кеткен бір сурет жатты. Әкесі, анасы. Үшеуі ауыл сыртындағы алма ағашының түбінде түскен сурет. Нұржан суретті саусақтарымен сипап өттірді. Анашым, кешіріңіз. Әке, мен сізді сатқан жоқпын. Ол жылап жіберді. 20 жылдың ішінде ол дәл осылай қанша рет жылағанын өзі де ұмытқан. Үстел үстінде үлкен қоңыр конверт тұр. Бетіне қазақша өз қолмен жазған. Әкеме. Конверттің ішінде ондаған парақ бар еді. Бұл жай хат емес. Бұл 20 жыл бойы айталмаған шындық болатын. Нұржан қаламын қолына алып, соңғы жолдарын жазды. Әке, егер бұл хат сіздің қолыңызға тисе, демек мен өмір бойы арқалап жүрген құпияны ақыры айталдым. Мен сізді де, анамды да ешқашан тастаған емеспін. Мен күн сайын елге қайтуды армандадым, бірақ мені қайтармаған себеп болды. Ол жазуын тоқтатты. Көзі жасаурап кетті. 20 жыл бұрын. Америкаға келген алғашқы 2 жыл өте жақсы өтті. Нұржан үздік оқыды. Кешке мейрамханада жұмыс істеді. Ақша жинап, үйіне жіберіп тұрды. Тағы 2 жыл. Сосын ауылға қайтамын деп күн санайтын. Бірақ тағдыр оның жоспарын күл талқан етті. Бір кеште жұмыстан қайтып келе жатқанда, қатты жаңбыр жауып тұрған. Бағдаршамнан өте бергенде, қатты жылдамдықпен келген жүк көлігі көлікті жанай соқты. Нұржан бірнеше метрге ұшып түсті. Көзін ашқанда, аурухананың ақ төбесіне қарап жатыр екен. Қозғалғысы келді, бірақ аяғы қозғалмады. Қолы да әлсіз еді. Дәрігерлер бірнеше күннен кейін ғана шындықты айтты. Омыртқаңыз ауыр жарақат алған. Ұзақ уақыт емделесіз. Қайта жүріп кетуіңізге кепілдік бере алмаймыз. Ол сол сәтте дүниесі төңкеріліп кеткендей болды. Жоқ, мен елге қайтуым керек. Әкем күтіп отыр. Дәрігер тек басын шайқады. Алғашқы айларда Нұржан әкесіне бәрін айтпақ болды. Бірақ палатадағы терезеден сыртқа қарап отырып, телефонды қайта сөндіріп қоятын. Әкем естісе, жүрегі шыдамайды. Анам тіпті ауырып қалады. Сөйтіп ол шындықты айтуға батыл жетпеді. Ол тек, әке, жұмысым көбейді, сабақ қиын, деп өтірік айтуға мәжбүр болды. Өзі жек көретін өтірікті әкесін қорғау үшін айтты. Арада 1 жыл өтті. Тағы операция, тағы оңалту, тағы қарыз. Нұржан оқуын тастауға мәжбүр болды. Жұмыс істей алмады. Емге кеткен ақша көбейе берді. Бір кезде оның жанында қалған жалғыз адам, қазақ қызы Айдана еді. Ол күн сайын ауруханаға келіп, берілме, бір күні міндетті түрде еліңе қайтасын деп дем беретін. Нұржан сонда ғана жылап, мен әкемнің көзіне қалай қараймын? Ол мені 20 жыл күтпейді ғой. Айдана оның қолынан ұстап, жоқ, әке ешқашан күтуден шаршамайды деді. Ал дәл сол сәтте Қазақстандағы шағын ауылда Сейітқали тағы да қақпа алдындағы орындықта отырған еді. Ол алыстан шаң көтерілген көлікті көріп, баяу орнынан тұрды. Жүрегі тағы да үмітпен соқты. Бірақ бұл жолы келген адам Нұржан емес еді. Күтудің де шегі болады. Бірақ әкенің үміті сөнбейді. Шаңдатып келген қара көлік Сейітқалидың үйінің алдына тоқтады. Қарияның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бәлкім Нұржан шығар. Таяғына сүйеніп қақпаға қарай асықты. Бірақ көліктен 2 бейтаныс жігіт түсті. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам қарақтарым. Кімді іздеп жүрсіңдер? Біз ауылдағы жерлерді сатып алып жүрміз. Үйімізді сатасыз ба?
Сейітқали үнсіз қалды. Басын баяу шайқады. Жоқ, қарағым. Бұл үй сатылмайды. Неге? Жалғыз тұрады екенсіз ғой. Қалаға көшіп алғанымыз дұрыс емес пе? Қария үйіне қарап біраз тұрды. Бұл үйдің есігін бір адам ашып кіруі керек. Кім? Ұлым. Жігіттер бір-біріне қарап, ештеңе деместен кетіп қалды. Күз келді. Ауылдағы алма ағашының жапырақтары сарғайып, жерге төгіле бастады. Бұл ағашты кезінде Нұржан 7 жасында әкесімен бірге отырғызған еді. Сейітқали ағаштың түгін тазалап отырып: "Есінде ме, балам? Мен үйленгенде балаларым осы ағаштың алмасын жейді деуші едің." Қария еріксіз күліп алды. Сол күлкісі бір сәтте көз жасына айналды. Уақыт өте берді. Қыс келді. Боран соқты. Бірақ Сейітқали күнде қақпа алдына шығуын тоқтатпады. Көршілер: "Ата, күн суық, үйде отырыңыз. Балан бүгін келсе ше?" "Онда телефон соғар." "Жоқ, мен оны бірінші болып қарсы алуым керек." Жаңа жыл қарсаң еді. Ауылдың бәрі балаларын немерелерін күтіп әбігер. Бір үйден ән естіледі, бір үйден күлкі. Бір үйге қаладағы балалар келіп жатыр. Ал Сейітқалидың үйінде кек үнсіздік. Қария дастарханға 2 тәрелке артық қойды. Бірі Күләшқа, бірі Міржанға. Өзі ғана отырып шай ішті. Сырт көзге бұл оғаш көрінетін, бірақ ол үшін олар әлі осы үйдің адамдары еді. Сол түні есік қағылды. Сейітқали орнынан атып тұрды. "Нұржан!" Есікті ашса. "Көрші ауылдың пошташысы екен. Кешіріңіз, ата. Сізге шетелден хат келіпті." Қарияның қолы қалтырап кетті. Жүрегі кеудесіне сыймай соқты. Конверттің бұрышында ағылшынша мөр: "Америка." Сейітқали хатты кеудесіне қысып алды. "Балам, ақыр жазған екен." Ол хатты бірден ашуға батылы жетпеді. Алдымен дәрет алып 2 ракағат намаз оқыды. Сосын ғана Күләштің суретінің алдына отырып: "Анасы, біздің баламыз хат жіберіпті. Екеуміз бірге оқитын едік. Бүгінде бірге тыңдап отыр деп есептеймін." Ол конвертті ақырын аша бастады. Ішінен қалың хат пен бір кішкентай кілт түсіп кетті. Сейітқали аң-таң болды. Бұл қандай кілт? Ал хаттың ең алғашқы сөйлемі оның жүрегін тоқтата жаздады. "Әке, егер осы хатты оқып отырсаңыз, мен сізден кешірім сұрауға тым кешігіп қалған шығармын." Қарияның көзінен жас тамып, хатты дірілдеген қолмен әр қарай оқи бастады. "Әке, мені кешіріңіз." Сейітқалидың қолы дірілдек тұрды. Хаттың әр жолын көз жасын ашылап оқи бастады. "Әке, егер осы хатты оқып отырсаңыз, мен сізден кешірім сұрауға тым кешігіп қалған шығармын. Мен сізді де, анамды да ешқашан ұмытқан жоқпын. Керісінше, күн сайын сіздерді ойлап өмір сүрдім. Мен сіздерге өтірік айттым. Бірақ ол өтірік өзімде емес, сіздерді қорғау үшін еді." Сейітқали көзілдірігін шешіп көз жасын сүртті. Өтірік. Оның жүрегі шым ете қалды. Хат жалғасып жатты. "Америкаға келгеннен кейін 2 жылдан соң ауыр жол апатына түстім. Дәрігерлер маған ұзақ уақыт жүре алмайтынымды айтты. Мен сізге шындықты айтқым келді. Телефонды қолыма қанша рет алдым, бірақ әр жолы сіздің сөзіңізді елестетіп батылым жетпеді. Әкем бәрін тастап менің қасыма келеді, барын сатып жібереді. Анам қайғыдан ауырып қалады деп қорықтым. Сол үшін үндемедім." Сейітқали хатты жүрегіне басты. "Ей балам-ай, сонша қайғыны жалғыз көтерген екенсің ғой." Ол өксіп жылады. Өмірінде алғаш рет ұлына реніш емес, аяныш сезінді. Хаттағы әр сөйлем жүректі тіліп өтетін. "Әке, анам қайтыс болғанын 3 күннен кейін ғана білдім. Сол күні мен аурухана төсегінде жаттым. Дәрігерлер кезекті операцияға дайындап жатқан еді. Айдана жылап келіп: 'Нұржан, анаңнан айырылып қалдым' деді. Мен орнымнан тұра алмадым. Айқайлағым келді. Жүгіріп ауылға жеткім келді. Бірақ денем тыңдамады." Сейітқали хатты ұстап отырған күйі: "Күләш, сен естідің бе? Біздің баламыз кінәлі емес екен" деп кемсеңдеп жіберді. Үйдің іші тағы да үнсіздікке батты. Хаттың соңына қарай жазулар өзгеріп кеткен. Әріптері дірілдеп жазылған. Сиясы кей жерінде жайылып қалған. Көз жасының ізі анық көрінеді. "Әке, мен сізге тағы бір шындықты айтуым керек. Дәрігерлер маған қан ауруын анықтады. Олар өмірімнің ұзақ болмайтынын айтты. Сол күні мен бір шешім қабылдадым. Егер тағдыр маған аз ғана уақыт қалдырса, сол уақытты сіздің алдыңызда өткізгім келеді. Мен билет алдым.
Мен үйге қайтып келе жатырмын, әке. Егер үлгерсем, егер Алла қаласа, сізді құшақтаймын. Сейітқали орнынан атып тұрды. Үйге келе жатыр ма? Ол хаттың күнін қарады. Хат 2 апта бұрын жазылған еді. Қарияның жүрегі дүрсілдеп кетті. Демек, балам жолда. Ол өмірінде алғаш рет 20 жылдан кейін үміттің соншалықты жақын екенін сезінді. Сол түні ол ұйықтамады. Там атқанша қақпалында отырды. Көзі жолда, жүрегі дұғада. Ал дәл сол сәтте Қазақстанға ұшып келе жатқан ұшақтың ішінде Нұржан терезеден туған жерінің бұлттарына қарап, әлсіреген дауыспен бір ғана сөз айтты. Әке, мен келемін. Бірақ тағдырдың соңғы сынағы әлі алда еді. Таң бозарып келе жатты. Сейітқали сол түні көз ілмеді. Қақпа алдындағы ескі орындықта отыр. Қолында Нұржанның хаты. Кейде хатты сүйіп қояды, кейде кеудесіне басады. Кел, балам. Тек аман кел. 20 жыл бойы айтқан дұғасы сол еді. Таңғы сағат 9 шамасында ауылға кіретін тас жолдың бойында шаң көтерілді. Қара түсті жеңіл көлік баяу жақындап келеді. Сейітқалидың жүрегі атша туылады. Осы шығар. Көлік қақпа алдына тоқтады. Есік ашылды. Алдымен бір жас әйел түсті. Ол жылап тұр екен. Артынша ақ халатты 2 ер адам шықты. Олар көліктің артқы есігін абайлап ашты. Сол кезде ғана арбадағы ер адам көрінді. Шашына ақ түсіп өткен, беті қуарып өткен, бірақ көздері дәл баяғы Нұржанның көздері еді. Сейітқали таяғын қолынан түсіріп алды. Нұржан. Арбадағы ер адам ернін әрен қимылдатты. Ке, осы бір ғана сөз 20 жылдың сағынышын сыйғызып тұрды. Сейітқали жүгірмек болды, бірақ қартайған аяқтары көтермеді. Сүрініп құлақ қалды. Нұржан да арбадан тұрмақ болды, бірақ денесі көнбеді. Екеуі де бір-біріне жете алмай қалды. Мұны көрген әлгі әйел мен дәрігерлер екеуін жақындатты. Арада 20 жыл өткенде әке мен бала алғаш рет құшақтасты. Екеуі де ештеңе айта алмады, кек жылады, ұзақ жылады. Ауыл адамдарда көз жасын тыя алмады. Кеше ғана ұлы қайтып келмейді, әкесін ұмытқан деп айтқандардың бәрі үнсіз тұрды. Бірнеше минуттан кейін Нұржан қалтасынан әлгі ескі сағатты шығарды. 20 жыл бұрын әкесі сыйлаған сағат. Ол әлі жұмыс істеп тұр екен. Әке, мен бір күнде сізді ұмытқан жоқпын. Сейітқали ұлының маңдайынан сүйді. Мен де саған бір күнде ренжіген жоқпын, балам. Әке, жүрегі сенуді тоқтатпайды. Нұржан қатты жылады. Анамды кешіре алмадым. Жаназасына бара алмадым. Сейітқали ұлының қолын қысып. Анаң сені өмірінің соңына дейін ақтап кетті. Баламды жазғырма деп кетті. Осы сөзді естігенде Нұржан еңіреп жіберді. Кешке қарай ауылдың бәрі Сейітқалидың үйіне жиналды. 20 жылдан кейін қара шаңырақ қайтадан адамға толды. Бірақ Нұржанның жүзі күннен күнге бозарып бара жатты. Дәрігер Сейітқалиді оңаша шығарып: Ата, біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Бірақ уақыт өте аз. Сейітқалинің дүниесі төңкеріліп түскендей болды. Қанша? Дәрігер басын төмен салды. Мүмкін бірнеше күн ғана. Сол түні Сейітқали ұлының төсегінің жанында отырып шықты. Нұржан бала сияқты әкесінің қолынан ұстап ұйықтап қалды. Ал Сейітқали бір сәтке де қолын босатпады. Өйткені ол 20 жыл бойы күткен қолды енді қайтадан жоғалтудан қорқып отыр еді. Таңға жуық Нұржан көзін ашып, ақырын ғана: Әке, мен енді қорықпаймын. Мен үйдемін. Енді үйдемін. Осы сөздерден кейін оның көзінен тағы бір тамшы жас сырғып түсті. Бірақ тағдыр әке мен балаға бірге өткізетін уақытты тым аз ғана сыйлаған еді. Түн тыныш еді. Ауылдың үстінде жұлдыздар жарқырап тұрды. Сейітқали ұлының қасында үнсіз отыр. 20 жыл бойы айтылмай қалған сөздердің бәрі енді ғана айтылып жатқандай. Нұржан әлсіз ғана жымиды. Әке, есіңізде ме? Мен кішкентай кезінде жаңбыр жауса далаға жүгіріп шығатынмын. Сейітқали күліп жіберді. Анам ұрысып, екеуміз сені ұстай алмайтынбыз. Сонда сіз: Қой күләш, бала ғой дейтін едіңіз. Екеуі үнсіз күліп отырды. Сол күлкінің ішінде қаншама сағыныш, өкініш, махаббат бар еді. Бір кезде Нұржан әкесінің қолын қаттырақ қысты. Әке, мен сізден бір нәрсе сұрайыншы? Айта ғой, балам. Егер мен... Жоқ,
Сейіткали оның сөзін бөліп жіберді. Ондай сөз айтпа. Нұржан жымиып басын шайқады. Әке, өмір бойы мен сіздің сөзімізді тыңдадым. Бірақ бұл жолы тыңдаңызшы. Қария үнсіз қалды. Егер мен кетіп қалсам, мені анамның жанына қойыңыз. Мен 20 жыл елге жете алмадым. Енді туған жердің топырағы бұйырсын. Сейіткали көз жасын тыя алмады. Ондай күн болмайды, балам. Сен жазыласың. Біз екеуміз тағы алма ағашының түбінде шай ішеміз. Нұржан үндемей әкесіне қарады. Ол әкесінің өзін жұбатып отырғанын түсінді. Таңға жақын Нұржан әлсіз дауыспен: Әке, ренжідіңіз бе маған? Сейіткали ұлының маңдайынан сүйді. Мен саған бір күнде ренжіген емеспін. Әке баласына ренжімейді. Тек сағынады. Тек күтеді. Тек дұға етеді. Нұржан көзін жұмып жылады. Мен сізді жақсы көремін, әке. Мен де балам. Өте қатты жақсы көремін. Таң намазының уақыты кіргенде ауыл мешітінен азанын естілді. Нұржан баяу көзін ашты. Терезеден туған ауылына ұзақ қарады. Сыртта өзі бала кезінде отырғызған алма ағашы тербеліп тұр екен. Ерніне әлсіз күлкі үйірілді. Әке, мен үйге қайттым. Ол әкесінің қолын қысып үлгерді. Сосын қолы баяу босап кетті. Сейіткали алғашында түсінбей қалды. Нұржан, балам. Жауап болмады. Балам. Қария ұлының бетін сипады. Жылы еді, бірақ мәңгілік тыныштық орнаған болатын. Сейіткали ұлын құшақтап: Кеш келдім, балам. Бірақ уәденде тұрдым. Сен үйге қайттым, деп еңіреп жылады. Бірнеше күннен кейін ауыл түгел жиналды. Нұржанды анасының жанына жерледі. Сейіткали қабірдің басында ұзақ тұрды. Ешкімге қарамады. Тек көкке қарап: Уа жаратқан, 20 жыл бойы күткенімді өзің білесің. Енді екеуін де өз мейіріміңе ала көр, деп дұға етті. Содан бері ауыл адамдары қақпа алдындағы орындықтың бос тұрғанын көретін. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Сейіткали енді жолға қарамайтын. Өйткені күткен адамы келді. Кеш болса да, уәдесінде тұрды. Арада бір жыл өтті. Көктем еді. Алма ағашы тағы гүлдеді. Көршілер Сейіткалиді 2 күн көрмей үйіне кірді. Қария орындықта отыр екен. Қолында Нұржанның 20 жыл бойы тағып жүрген ескі сағаты. Жүзінде тыныш күлкі, көздері жұмық. Ол да өмірден өтіпті. Ауылдың қариялары Сейіткали ұлын күтіп өмір сүрді. Ұлы келген соң ғана жүрегі тынышталды, десті. Сол күннен бастап ауылдағы әлгі орындықты ешкім алып тастаған жоқ. Өйткені ол орындық қарапайым ағаш емес еді. Ол әкенің үмітінің, кешірімінің және шексіз махаббатының белгісі болатын. Себебі бұл өмірде баласын күтуден ешқашан шаршамайтын бір ғана жүрек бар. Ол әке жүрегі.